Байлық, денсаулық, бақыт, жетістік, саяхат, барлығымыз қалайтын дүниелер. Бүгін дәл осы жолда жүрген ең бай адамдардың бірі Джефф Безостың жетістікке жету жолы туралы айтатын боламыз. Сіздермен бірге Табыскер ТВ арнасы. Джефф Безос бала кезінен өз қалағанын ғана орындаған адам, бірақ сонымен бірге ол ақш-тағы ең бай адамдардың бірі бола білген. Безос инженер-конструктор немесе ұлы ғалым болуды армандаған. Джеффтің достары оның компьютерлік бағдарламалау генийі болатынын болжаған, бірақ нәтижесінде ол адамзат тарихындағы алғашқы интернет-дүкен иесі болды. Джефф Безос 1964 жылы 12 қаңтарда Америка құрама штаттарының Нью-Мексико штатындағы Альбукерке қаласында дүниеге келген. Оның нағыз әкесі анасымен үйлену тойынан кейін бірден жоғалып кеткен және ұлымен ешқашан кездесуге тырыспаған. Джеффтің анасы Джеки 4 жылдан кейін банк саласында табысты мансап құра алған кубалық иммигрант Мигель Безосқа үйленді. Джефф бұл адамды әрқашан өзінің нағыз әкесі деп санайтын. Джеки мен Мигель ешқашан ұлдарын теріс қылықтары үшін жазалаған емес. Керісінше олар одан азаттыққа деген ерікті, тәуелсіздік пен білімге деген сүйіспеншілікті көрді. Оның үстіне Джефф дарынды бала болып өсті. Ол әкесінің гаражында сағаттап әртүрлі ұсақ бөлшектерді бөлшектеп, инженерлік бұйымдарды құрастыра алатын. Осылайша бір күні ол фольгадан күн микротолқынды пешін жасады. Ол ыстық ауа райында ыстық бутербродтарды пісіреді. Қызықтысы, Джеффтің ата-анасы ұлының балаға сөздер айтпағанына және алкогольдік сусындар ішіп темекіні шекпегеніне таң қалатын. Бала физиканы оқуға толықтай кірісті. Джефф Принстон университетінде білім алды, бірақ бұл оның сүйікті физикасымен мүлдем байланысты емес. Қабылдау кезінде бұл бөлімде орын болмады. Джефф компьютерді қолдау бөліміне түсті, бірақ бағдарламауды ұнатпағанына қарамастан, ол осы салада нағыз маман болды. Университетті бітіргеннен кейін бірден Фителге жұмысқа орналасты. Бір күні ол бүкіл өмірін өзгерткен хат алды. Онда D.E. Shaw компьютерлік компанияның президенті, әйгілі Колумбия университетінің компьютерлік технология профессоры Дэвид Шоу Джеффті жұмысқа шақырған. Безос алғашында бұл ұсынысқа күмәнмен қарады. Ол компьютерлер оның өмірін байланыстырғысы келетін нәрсе емес екенін айтты. Шоу жігіттің мұндай дөрекі қылығына байсалдықпен қарап, жақсылап ойлануды ұсынды. Нәтижесінде Джефф оған жұмыс істей бастады, бірақ әдеттегідей емес. Ол кеңсеге ерекше компьютерлік бағдарлама жасауға шабыттанып, көңіл күйі көтерілгенде ғана келе алатын. Дэвид Шоумен жұмыс істеу Безос үшін тамаша орын болса да, ол ешқашан өз бизнесінің идеясы туралы ойлауды тоқтатпады. 1994 жылы бір күні әйелі Маккензидің туған күнін тойлап жатып, ол бүкіл әлемдік ғаламтор жақын арада бүкіл әлемді өзгертетін, адамдар интернеттің қаншама артықшылығы бар екенін түсінетінін айтты. Джефф адамдарға онлайн сауда жасауға мүмкіндік беруді шешті. Бұл Безостың негізгі идеясы болды. Оның әйелі Безосқа отбасылық бизнес құру идеясын жүзеге асыруға көмектесті. Ол оған кітаптарды онлайн сатуды ұсынды. Бұл таңқаларлық емес, өйткені Маккензи сол кезде өзінің келесі әйелдер романдарының бірін жазып жатқан болатын. Жеке кәсібін ашу туралы шешім қабылдағаннан кейін, Джефф Шоудың компаниясынан шығып, жоспарлаған жобасын жүзеге асыру үшін ақша іздей бастады. Өз идеясын жүзеге асыру үшін оған $300,000 қажет болды. Алдымен ол әртүрлі жеке инвесторлармен сөйлесті. Олар Безос жобасына қатысудан бас тартты, өйткені олар оның идеясын ақымақ және келешегі жоқ деп санады. Безос әрқашан инвесторларға адал болды. Ол оларға алтын тауларды уәде етпей, ақша жоғалту қаупі 70% екенін бірден ескертті. Безосқа ақшаны ата-анасы тауып берді. Олар жобаның мән-жайын да сұрамай-ақ қажетті соманы берді. Ата-анасы ұлының идеясы оны миллионер ететініне бір күні де күмәнданбаған. Ол 5 жылдан кейін-ақ миллионер болған. Ол Amazon деп аталатын интернет-дүкен ашты. Бүгінде дүние жүзінде 13 миллионға жуық адам осы қызмет арқылы сатып алады. Тіпті Билл Клинтон да Amazon арқылы отбасына жаңа жылдық және рождестволық сыйлықтар сатып алған. Ата-анасынан қажетті соманы алған ол бірден идеясын жүзеге асыруға кірісті. Алғашында ол индустриялық аймақта 100 шаршы метр кеңсені жалға алған. Онда бір ғана ломбард жұмыс істеген. Бұл кеңсенің де жертөлесі 40 шаршы метр болатын. Безос жиһаз сатып алуға ақша жұмсамауды шешті.
есіктерден кесілген тақталардан үстелдер жасады. Мұның бәрі оған бар болғаны $140 түсті. Сондай-ақ қойма орналасатын жеке бөлме бөлді. Бұл жерде ол серверлер мен компьютерлерді орналастырды. Жертөледе Джефф тұтынушыларға жөнелтуге дайын кітаптарды сақтайтын бөлме салды. Джефф және оның командасы адамдар Amazon сайтында сатып алудың артықшылықтарын көре алу үшін өз дүкендері арқылы кітаптарды сатуға арналған арнайы жеңілдіктер жүйесін әзірледі. Сондықтан интернет-дүкен іске қосылғаннан кейінгі алғашқы күндерде әр күн сайын тапсырыстар көбейе берді. Сайт бірінші күннен мінсіз болмады. Мұны Джефф әдейі жасады. Оның басты мақсаты бірден нарыққа шығып, бәсекелестерді басып озып, содан кейін интернет-дүкеннің барлық қателері мен кемшіліктерін жақсарту болды. Дүкен дамып жатқанда Безос пен оның командасы бәрін үнемдеді. Джеффпен жұмыс істеген әрбір адам үшін ақша үлкен алаңдаушылық тудырмады. Ең бастысы идеяны жоғары сапамен жүзеге асыру. Нарықтағы бәсекелестердің ұсыныстарынан барлық жағынан жақсы болатын бірегей өнімді жасау болды. Олар өздерінің дүкендерінің тек кітап сатып алатын орын ғана болғанын қаламады. Олардың мақсаты Amazon сайтын әдебиетке қызығатын әрбір адам сатып алған кітабы туралы өз көзқарасын білдіретін және өз пікірімен бөлісетін әлеуметтік желіге айналдыру болды. Безос мүмкіндігінше интернетті сығып алуға тырысты. Ол өз дүкенінің дамуына барынша пайда әкелу үшін кез келген ұсынысты тез қабылдап алды. Безос Forbes рейтингінде алғаш рет 1997 жылы қатыса бастады. Содан кейін ол топ 400 ең бай американдықтардың тізіміне енді. Оның жинаған ақшасы $1,6 миллиард құрады. Осыдан 2 жылдан кейін Time журналы Джефф Безосты жыл адамы деп атады. 2007 жылы Безос миллиардерлердің ондығына енді. Оның капиталы $4,4 миллиард құрады. 2016 жылы Безос Forbes рейтингінде екінші орынды иелене бастады. Оның байлығы $67 миллиард құрады. 2017 жылы ол планетаның ең бай адамдары тізімінде 3-ші орынға шықты. Безос тағы қандай жобалармен айналысты? Джефф ең ірі интернет дүкенінің иесі екеніне қоса, оның басқаратын басқа да жобалары бар. 2000 жылы Безос Blue Origin аэроғарыштық компаниясын құрды. Бұл оның бала кезіндегі хоббиі физикаға байланысты болса керек. Бұл компания болашақта жолаушыларды тасымалдай алатындай қайта пайдалануға болатын зымырандарды жасап жатыр. 2013 жылы Джефф Безос ақштағы The Washington Post баспасын $250 миллион сатып алды. 2016 жылы ол Star Trek Beyond фильмінде басты рөлді сомдады. Ол бұл фильмде бөтен планетаның рөлін сомдады. 2017 жылы Джефф робототехника, машиналық оқыту және ғарышты игеру бойынша Марс конференциясына қатысты. Ол 4 метрлік метод 2 роботын өзі сынап көрді. Джефф Безостың 10 кәсіпкерлік сабағы. Тәуекелге барыңыз. 1994 жылы Джефф Безос 30 жасқа толды. Ол Уолл-стриттегі ірі инвестициялық фирманың ең жас вице-президенті болды. Болашақ кәсіпкер 6 сандық жалақы алды, бірақ электронды коммерцияның жаңа әлемінде компания ашу туралы арманын орындағысы келді. Бұл тәуекелді шешім болды, бірақ оның Amazon компаниясы көп ұзамай $610 миллион табыспен бүкіл әлем бойынша 13 миллион тұтынушыға жетті. Мүмкіндіктерді іздеңіз. Адамды керемет кәсіпкер ететін қасиеттердің бірі нарықтағы мүмкіндіктерді анықтау, әсіресе оларды кеңейту. Безос DE Shaw & Co компаниясында жұмыс істеді және интернетке қатысты нарықтарды зерттеп, олардың өсу қарқыны айына 2300% екенін атап өтті. Безос интернет болашақтың ортасы болатынын және бұл жерде ол тауарды арзан бағамен сата алатынын түсінді. Тез бір істі сынап көріңіз және оны кеңейтіңіз. Безос желіде сатуды шешкенде, оның 20 таңдауы болды. Оның ішінде компакт дискілер, кітаптар және бағдарламалық қамтамасыз ету. Ақырында ол кітаптар таңдады. Өйткені интернет-дүкен дәстүрлі кітап дүкендеріне қарағанда миллиондаған түрлі кітаптарды сата алады. 1995 жылы ол әлемдегі ең үлкен кітапхананы ашты. Бұл оны танымал етті. 1998 жылы Безос идеяның сәтті екеніне көз жеткізгеннен кейін ассортиментін кеңейте бастады және бастапқыда Рождествоға арналған өнімдерін сатты. Ол көп ұзамай басқа да өнімдерді қосты. Енді Amazon киімнен ойыншықтардан бастап тұрмыстық электроникаға дейін бәрін сата бастады. Тұтынушы бірінші орында.
Безос бір кездері біздің мақсатымыз тұтынушыны бірінші орынға қоятын компания болу деген еді. Amazon философиясы дәл осы сөздерде жатыр. Бір орында тұрмаңыз. Amazon интернет дүкені пайда болған кезде бұл жаңалық болды. Ол кезде интернетте зат сататындар аз еді. Ондай мүмкіндік ешкімде болмаған. Инновация әрқашан Безостың мансабының бір бөлігі болды. Веб-сайтты әзірлеуден бастап, өнімдердің барлық түрлерін бір жерде сатудан және тамаша қолдау қызметтерімен ерекшеленді. Дәл осы мәдениет туған бәсекелестері іс жүзінде жойылғанша, олардан озып кетуге мүмкіндік берді. Сабырлы бол. Бұл Безостың идеологияларының бірі. Кәсіпкер ретінде нәтиженің уақыт өте келетінін біледі. Amazonның алғашқы кезеңдерінде Безос Сиэтлге көшіп, компанияны басқару үшін отбасы мен достарынан қарыз алуға мәжбүр болды. Топта жұмыс жасауды білу. Безос Amazon табысының бір бөлігі еңбекқорлық пен командалық жұмыстан келетінін бірнеше рет айтқан. Жұмыс беруші үшін бәрін білетін жалғыз данышпан жоқ. Бізге пікірталас, идеялар мен шешімдерді генерациялау процесіне барлығы қатысатын адамдар тобы қажет деді. Әртүрлі салаларда жұмыс істеу. 2013 жылы Джефф Безос The Washington Post газетін сатып алып, басылым өз рухын сақтайтынын, бірақ Amazon компаниясының тұтынушыға бағытталған философиясымен жаңартылатынын айтты. Сонымен қатар кәсіпкер Uber және Business Insider сияқты кейбір компаниялар мен стартаптарға инвестиция салды. Сонымен қатар ғарыш және ғылым салаларындағы, робототехника саласындағы кәсіпорындарды қаржыландырды. Позитивті ойлаңыз. Безос әр қиындық бұл мүмкіндік деген идеямен өмір сүреді. Amazon гаражда шағын стартап ретінде басталғанымен, компания көп ұзамай әлемдегі ең үлкен кітапханаға айналды. Армандарыңа жете бер. Сіздің бизнесіңізге деген құштарлық бұл жақсы кәсіпкерді жаман кәсіпкерден ажырататын нәрсе, яғни өз ісіңізді сүйе білу. Ал Безос кітапқа және жалпы электронды коммерцияға құмар болды. Бүгінгі видео Джефф Безостың жетістікке қалай жеткендігі жөнінде болды. Сіз де керек жерлерін қолданып, бай табысты адамдардың қатарынан болыңыз.